өмірде бәрі уақытша. Біз де екіге айырылдық. Қойыңдаршы, бұл өмірде барлығы уақытша дедім да, барлығын майдалап тастадым. Мына балыққа кәдімгідей күш керек екен, осыны майдалап бітемін дегенше кәдімгідей шаршап қалдым ғой. Бүкіл энергиям осы балыққа кетті. Осылай майдалап турап алдым да, сосын семейсіне кірістім. Туки, қалайсыңдар? Тақырбы сектер келді. Оля, жай сөйлесе, ана жақта балықтар жылап жатыр ғой. Мені қосасыңдар ма? Сіз қосыңдаршы, уақытым жоқ, мен кетуім керек. Ей, хозяйка, енді бізбен осылай сөйлесетін болғансың ба? Иә, осылай сөйлесеміз енді. Иә, барлығыңды сөйлетіп, бұл контент жасап жатыр. Барлығын қосып араластырып дайындап аламыз, осындай сұйықтық шығады. Барлығымызды араластырып не істеп тастадың? Қойыңдаршы дедім да, барлығын қызып тұрған майға қуырып алдым. Өміріміз осыншалықты қысқа деп ойламаппын. Сендер менің басымды жеп қарық қылмайтын шығарсыңдар. Жоқ, сен басыңды итке береміз, ит жейді дедім да, ары қарай сап-сары қуырып алдым. Сап-сары әдемі болып пісіппіз ғой. Ас болсын енді, жеп алыңдар, не дейміз, қылтық тұрып қалмасын. Шын ризашылығыңмен берсең қақалмаймыз ғой дедім да, балықты жеп алдық.